Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және оңай дайындалатын карамельный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бұл пирог ең дәмді пирогтардың бірі болып саналады. Алдымен ерітілген сары майға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен бір жұмыртқаны қосып, оны да араластырамыз. Және де осы массамыздың үстінен қопсытқыш қосып, ұн қосып, жақсы қамыр илейміз. Бірінші қасықтың көмегімен, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз біріккенше. Мінекей қамырымыз дайын болды. Менде осындай диаметрі 24 сантиметрлік форма. Сол қамырдың форманың ішіне қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып орналастырамыз. Бортиктерін тегістеп, пышақтың көмегімен тегістеп аламыз. Барлық жетпей тұрған жерлерін кесіп алып, бірдей қылып салып шығуымыз керек. Және де вилканың көмегімен тестіміз көтеріліп кетпеу үшін басып шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Мінекей. Енді начинкасына кірсек, осындай вареная сгущенканы қосамыз. Қою сапасы жақсы болу керек. Менде осындай Тіржелание фирмасының сгущенкасы. Үстінен 25% қаймақты қосамыз. Және де осы массаның үстінен 3 жұмыртқаны жарып қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қасықтың көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырған жақсы бір қалыпты болып шығады бізде. Енді осылай араластырып алғаннан кейін дайын салманы біздің формамыздағы қамырымыздың үстінен құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп шығамыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан өзіңіздің пешіңізге қарайсыз. Дайын болған пирогты бірден формасынан алмаймыз. Суығаннан кейін, 1 сағаттан кейін осылай шешесіз. Енді осындай бізде пирог дайын болды. Дәмі өте керемет, хош иісті. Бұл пирог өте дәмді, нәзік, балмұздақ тәрізді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайтынына сөзсіз. Өте дәмді, барлығына ұнайды. Каналым ұнаса, маған тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған Жансая. Сау болыңыздар.